Ертесі ертемен тұрған Елісқанның үйіне Құсыман сауытпай бастаған бірнеше адам бас сұқты. Әуелгі сөзді сауытпай алды. Қарағым Елісқан, еліңді жауға да бермей, дауға да бермей, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтыртпаймын деп осы күнге дейін әкелдің. Алланың әміріне шара жоқ. Адамдарымыз әлі қырылып жатыр. Бұл Тәңірдің ісі. Сол еліңді тағы да құтқарып, қолымызға еркін өмір сүретін куәлік алып бердің. Ең алдымен өзіңе ел атынан рахмет айтып отырғаным ғой, деп тоқтады қарт. Неге екені белгісіз көзіне жас алып. Ендігі сөзді Құсыман жалғады. Сонау Баркөлден Гансуге ауғанда да, Гансу мен Чинхайдан Таңғыт жеріне ауғанда да өзіңнің соңынан ілесіп едік. Әлі ілесіп келеміз. Бұдан кейін де ілесе береміз. Бірақ мынау алқымымызға жабысқан ажал құрғырдың уылы тырнағы жағамызға әлі жармасып келеді. Сол үшін де ел аман қалсын деп өзің тұс-тұсқа бытырап, жан сақтауға жол көрсеткен соң амалсыз бөлінгел отырмыз. Әкем зайып өлгелі жатқанда, Елісқаннан айырылма, құстың қос қанатындай болыңдар деп айтып кетіп еді. Қайтейін, мына заман басымыздан ноқтасын әлі алған жоқ. Артық ауыз кеткен жерім болса кешірерсің. Алла амандығын берсе, басымызды қайта қосамыз деп ойлаймыз. Соған өзіңнен рұқсат сұрап, Бопалға қарай көшсек деп ойлап отырмыз. Құсыманның жанарына да мөлдіреген жас тығылды, бірақ төгуге арланғандай теріс айналды. Мұның бәрі Елісқанға да оңай болған жоқ. Талай таңды ұйқысыз атырып, іштей қанжыласа да, ақыры осы байламға келген. Кесімін өзі айтқысы келсе де, оны жеткізер сәттің қиындығын енді аңғарды. Әсіресе Құсыманның әке жайында айтқаны қатты толқытты. Зайып бір ауыл ғана емес, тұтас елге көрік болған көсем ойлы жан еді. Осының бәрін алдын ала сезгендей өзі Таңғыт жотасында мәңгілікке қалып бара жатса да, елдің ендігі тағдырын екеуіне тапсырған болатын. Бірақ мұның бәріне езіле бергенмен сені аяйтын ешкім жоқ. Сол үшін де бәріне төзуге тура келеді. Елісқан ауыр күрсінді, сабырлы жүзін отырғандарға бұрып. Шын мұсылман қандай қасіретке жолықса да, оның иманын қаншалықты екенін байқау үшін жіберген Алланың сынағы деп біледі екен. Басымызға төнген ажал құрығы қаншама қорқынышты болғанымен, талай қиындық артымызда қалды. Жаныңды аламын деп жалаңдаған Шыңғысайдан да, Мабуфаңнан да, Моңғол мен Таңғыттан да аман құтылдық. Сол секілді бұл күндер де артта қалады. Қиындық өтіп кетеді. Бірер жыл есімізді жиып алсақ, елімізді бытыратып алмай қайта бас қосамыз. Әсіресе ол мен қызға абай болыңыздар. Жергілікті халықпен құдаласамын деп жүріп, құрығынан құтылмай қалмаңыздар. Ертеме кешпе бір өлімнің бары шын ғой. Одан бәрімізде қашып құтыла алмаймыз. Пенде болған соң кемшілік кімде болмайды. Бәрімізден де өткен кемдік бар шығар. Жат жерге әкеліп қаңғытып жіберді деп ойламаңыздар. Бұл уақыт қана шегініс. Алла амандығын берсе, басымызды қайта қосып бақытымызды іздейміз. Бұл елде түбі бізге мекен болмайтын шығар. Бәрі де Алланың қолында. Менің де артық кемім болса кешіріммен қараңыздар. Жаман айтпай жақсы жоқ, олай бұлай болып жатсақ, о дүниеде пайғамбардың ақ туының астында жолығайық, жолдарыңыз болсын, дегендерді айтты. Отырғандардың көбі көздеріне жас алысып, орындарынан созыла тұрды. Елісқанды кезек-кезек құшақтап қимай қоштасты. Әсіресе Елісқан мен Құсыманның құшағы әзер ажырады. Әкесінің екеуін дәл осылай қауыштырып ақтық сапарға аттанғаны есіне түсті ме? Әлде осы қоштасудан кейін бірін-бірі көре алмайтындай сезінді ме? Құсыман көз жасына ие бола алмады. Құсыман, Сауытбай, Қамза, Қожан, Шақпақбай, Мүтәліп, Сүлеймен, Қабылбек бастаған 400-ден астам адам Бопалға қарай көшті. Бірін-бірі қиыспаған ел тағы бір рет улар шу болып жыласып алды. Алдыңғыларды аттандырып салған Қошут, Мардан, Аңғалбай, Рақадыл, Құмар, Кәріштай, Дәуітбай, Бегей бастаған топ Елісқанның үйіне қайта жиналды. Бұл жиналыс қалғанымыз қайда барамыз деген бас қосу екені айтпаса да түсінікті еді. Халқым деп қанжылап өткен Абай атамыз, қалың елім қазағым қайран жұртым деп күңіреніпті деуші еді. Мен де ботасын жұт қалдырған бозінгендей күй кешіп отырмын. Елісқан отырғандарға жағалата көз жіберіп сөз бастады.
осылай көшерде тірі болсақ бір төбеде, өлсек бір шұңқырда боламыз деп анттасып едік. Тағдыр тірілер шығатын төбеден гөрі өлілер жататын шұңқырды көбейтті. Тұс-тұсқа көшіп жатқан түріміз мынау, тарыдай шашылып, етек жеңімізді қымтай алмай қаламыз ба дегенді ойласам жаным түршігіп, түн ұйқымнан шошып оянамын. Айналасындағылар Елісқанның қажыған қамырықты бет-әлпетіне, шарасыздықтан жасаураған ойлы көздеріне аялай қарады. Қанша қиын сәттерде рухты түсіретін, елді мұңайтатын мұндай сөздер айтпаушы еді. Бұлайша үгітілмейтін еді, майырылмайтын еді. Азақ күнде қартайып қалғандай көз жиегіндегі әжімдері де жиілей бастапты. Арадағы аз үнсіздіктен кейін сөзін қайта жалғады. Жат жұрттың арасында жаутаңкөз болғандікі ме, адамның ойына қай-қайдағы келеді екен. Алтайда Есімхан, Ырысқан, Оспандар төңкеріс жасап, Қытайларды қырып жатыр дегенде қатты қуанып едім. Шіркін, Қытай билігін аударып тастайтын құдіреттері болса, біз де кері көшіп, соларға қосылсақ деп арт жағыма жалтақтаумен болдым. Енді ойласам, соның бәрі де алыста қалған сияқты. Десе де, үмітсіз шайтан деген ғой. Олардан, туған отанымнан үмітімді әлі де үзе қойған жоқпын. Сол үшін де біз алға қарай көше бергеннен гөрі, арт жағымызға бір табан жақын осы елдің батыс солтүстігіндегі Пешавр, Суват, Абаттабад, Шатырал, Дир секілді таулы сулы аймақтарды сағалағанымыз теріс болмас. Аталған жерлер арттағы елге бір табан жақын болып қалмастан Ауғанстанмен шекараласады. Арттағы елден қайыры болмаса, түптің түбінде Ауған арқылы түрік еліне кетуді ойлағанымызда жөн. Отырғандар Елісқанның бәрін тым терең, әріден ойлайтын аңғарлы ойына қайран қалды. Ахметқали әдетінше оған мейірімін төге күлімдей қарап: Вайсырайдың алдында ел тағдырын шешпегеніңізде күніміз не болар еді? Мұна тұрған Қытай түгілі менің дәмем сонау, Өскемен Семей жерінен әлі өзіліп көрген жоқ. Сол туып өскен ыстық ұямнан қашып бара жатқанда да, шіркін-ай, осы далаға қайта оралар күн болар мекен, деп ішек бауырым езіліп, өзегіме у құйылған болатын. Жақыннан бері радио құлағым бұрап, орыс шағының хабарын жиі тыңдап жүрмін. Өскен отанының өртке оранғанын ешкім көргісі келмейді ғой. Алла өзі кешсін. Күнәлі болсам да несін жасырайын. Радиодан немістердің орыс жеріне баса көктеп кіріп бара жатқанын естіген сайын айызым қанып, арқам қозатын болып жүр. Орыстар жеңіліп, қызылдар үкіметті біржолата құласа, неміске де халық керек. Мүмкін қазақтардың басына да күн туар ма дегенді ойлай беремін. Онда мен де отаныма оралар едім, қайтер едім. Сондықтан да Елісқан мырзаның көңіл күйін жақсы түсініп отырмын. Біреу ана жердің көйлегі көк екен деп, біреу мына жердің тамағы тоқ екен деп, тұс-тұсқа тартып жатқанда, Елісқан мырзаның біздің ғана емес, тұтас ұлттың болашағына алаңдап отырғанын аңдағандай болдым. Сол үшін де, елеке, жаста болсаң бас болып келесің, тағы да соңынан ереміз. Өз басым не көрсем де сенімен бірге көремін, деді. Сөзге Хошут араласты. Мен де Елісқанның сөзіне қосыламын. Әрі басымыз түгел отырғанда мен де айтарымды айтып қалайын деп отырмын. Ағайын арасының ұсақ сөзіне лесіп, бір-біріміздің көңілімізді ауыртқан болсақ кешіріңіздер. Сөзі осы араға келгенде аз үнсіз қалған Хошут жөткірініп анып қайта сөйледі. Айтып-айтпай ендігі жерде бәріміз бір жерде жиналып алсақ, жағдайымыз тағы да қиын болар. Сондықтан да осы отырғандарымыздың да бытырай қоныстануымызға тура келетін сияқты. Ол да жөн екен. Отырғандардың үлкенінің бірі Айылбай еді. Қалғандардың жалтақтап отырғанын аңғарған ол. Елісқан жаста болса бас болып келеді. Баяғыда Баркөлдің көшкенде де, Шыңқайдан көшкенде де ешкімге зорлық жасаған жоқ. Ылғи да өздеріңіз біліңіздер деп келді. Бұл жалы да солай. Көшу-көшпеуді, қайда баруды әркім өзі таңдасын. Елісқанның айтып отырғаны ертеңнің қамы. Бүгін ажырасқанмен, ертең табысатын күнімізді ойлайық дегені ғой. Мен де Елісқанмен бірге боламын, дегенді айтты. Осы отырғандардың көбі Елісқан бағыттаған аймақтарды көздеп қотарыла бастады. Хошут Мардан бастаған бір топ Пешавр, Сыват өңіріне көшсе, Елісқан бастаған Ахметқали, Бегей, Сәдей қатарлы бір топ
Дир аймағына қарай бет алатын болды. Жұрт Тарнавадан қозғалғалы отырғанда тағы бір қайғылы қаза жетті. Төсек тартып жатқанына бірнеше күн болған Елісқанның әкесінің орнына әке, ағасының орнына аға, ел қормалы Қожақын ер дүниеден өтті. Жалғыз Қожақын ғана емес, Алтайбай, Сауырбай сияқты небір азаматтар көз жұмды. Бұл қайғы онсыз да мүжіліп, тұс-тұсқа бытырай бастаған елге қабырғасы қайысып жүрген Елісқанды есеңгіретіп кетті. Дирге көшетін күні ағасының басына Құран оқи барып ұзақ егілді. Көз жасы көл болып егіле жылап отыр. Ағыл-тегіл ыстық жас бетін жуа, көптен қырынбаған тікенек сақалдарының арасынан бірін-бірі қуалай, сырт киімінің омырауына домалап жатыр. Менің атам, сенің әкең Жамысбайдың сүйегі Баркөлде қалып еді. Улы әкелеріңіз Кәдірбек пен Оразайдың сүйегі Алтайда жатыр деуші едіңіздер. Одан арғы Мыңжасар мен Бектемірдің сүйегі Қазақстан жерінде қалғанын талай айтып едіңіздер ғой. Енді міне, өзің сол далалардан мүлдем аулақта, жат жерде, үнді топырағында қалдың. Жер бетіне өлік шашып жүретіндей тағдырға не жазып едік? Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер. Әкем әліптен айырылып, қан жұтып қалғаным аз болғандай, інім Сетәрханнан тірі айырылып едім. Қанатым да, құйрығым да сен болып, ұшсам да, қонсам да өзіңді медеу көруші едім ғой. Енді кімді кіші деймін? Енді кімге еркелеймін? Арт жағыңда маңырап қалған қос қозың, Томық пен Шәміктің де қызығын көре алмай кеттің ау. Мен көз ашқалы рахатпен көсілген бір күніңді де көре алмадым ғой. Өмірің ат үстінде өтіп, жаның жат жерде қиылдау. Ахметқали молда екінші қайтара Құран оқығанда барып есін жиған Елісқан қанатының бір жағы сынып түскендей бөгіліп қалған белін зорға көтерді. Қожақын өмірден өткелі Елісқанның күрсінісі көбейе беретін болған. Дирге келгелі үйден ұзап шықпай, көбінесе балалардың қасында болды. Сонда да тыныш жата алмай қол-аяқты жігіттерді олай-бұлай шаптырып, ойға қырға кеткен елдің хабарына да құлақ тұрып отырды. Бірақ бәрінен жақсы хабардан көрі суық желдей суман қаққан қазалы хабарлар келетін болды. Талай қанды ұрыстарды бастан бірге кешірген Хошут, Мардан, Құмар, Ағзам, Ильяз, Аңғалбай секілді адамдардың қазасы да бірінен кейін бірі жетіп жатты. Елісқанның ендігі алданышы қос көбелегі ғана. Соларды ермек қылып, бала тілдерін қызықтап, өзін жұбататын болды. Райхан, сен кімсің? Әлхамдулилла, мұсылманмын, затым түрік, ұлтым қазақ. Кімнің баласысың? Елісқан батырдың баласымын. Батырын деуін қара, әкең батыр ма? Елдер айтады ғой, әкең Қытайдан да қорқпайды, дүнгеннен қорқпайды, үндуден қорқпайды, батыр деп. Руың не? Руым Керей, Керей ішінде Жәнтекей, оның ішінде Таспике. О, бәрекелді, міне нағыз әкесінің баласы. Ата тегінің бәрін біледі. Сенің бауырыңның аты кім? Аминолла хан. Осын айтқан Райхан орнынан тұра жүгіріп, Бәтиманың құшағында отырған 6 айлық бауырын бетінен шолпылдата сүйді. Сосын, әке, менің ағам неге жоқ? Деп наркес көздерін әкесіне қадады. Баладан мұндай сұрақ күтпеген Елісқан қапелімде не айтарын білмей, мең-зең күйде отырып қалды. Ағаң, ағаң деп күбірлей берді. Көз алдына сол баяғы қырғын елестеді. Қып-қызыл қанға бөккен қос сәбиі Өнерхан мен Әнуарханды алғашқы жары Зүбайданың қанға толған құшағына орап, қара жерге қаншама қанды көбік жұтса да тоймайтын қатыгез жердің құшағына көміп тастаған. Сол қос сәбиі әке әкелеп қанға шыланып жүгіріп келе жатқандай болып түсінен талай шошып оянған. Ал інілері Әлемхан мен Сетәрхан кіші шешесі Шәрбамен бірге жау қолында кеткеннен бері күні бүгінге дейін еш дерек жоқ. Әйтеуір Сетәрхан түсіне жиі еніп мазалағанын қоймайды. Ағаң, ағаң бар, алыста қалды, деп белгісіз күбірледі Елісқан. Ештеңеге бас имей, неге болса да қасқаяқ қарсы қарап тұратын, күйеуінің күйреуік болып бара жатқанына қатты қамығып жүрген Зәйіп. Райхан, сенің ағаларың көп қой, Томық пен Шәмік ағаң бар, Әтейхан ағаң бар,
нағашы ағаң Кәрмен сені сағынып отырған шығар, соларға барып келші, деп сөзін басқаға бұрған болды. Зайыптың бауыры Кәрменнің үйі Елісқанмен қанаттас еді. Әкесінің бетіне жалтақ-жалтақ қараған Райхан солай қарай жүгіріп кетті. Зайыптың есіне де қайғайдағы оралды. Елісқанның кіші шешесі Шәрбан Зайыптың туған әпкесі еді. Әліп Шәріпқанды асырап алған соң оған балдызы Зайыпты айттырған болатын. Жазымыштан озымыш жоқ, Шәріпқан жау қолынан өлген соң бір жағы нағашы жұрты, бір жағы әмеңгер жесір ретінде үлкендер Елісқанға қаратқан болатын. Содан бері қаншама қиын кезеңді бірге өткізіп келеді. Күйеуінің әрбір қабақ қағысынан тартып, бұған бәрі де қанық. Кейіннен Елісқан Бәтимәні кіші әйелдікке алса да, оған алабөтендік танытқан емес. Өзінің бірге туған сіңілісіндей сыйласып, осы шаңырақтың ауыртпалығын бірге көтерді. Әсіресе мынандай жат ел, жат жерде жүргенде еркек үшін үйдегі әйелдің жылы жүзі шуақ сыйлайтынын Зайып жақсы біледі. Сол үшін де екі әйел Елісқанды алақандарына ұстауға тырысады. Әншейінде көп күле бермейтін Зайып азырақ езу тартқан болып: «Мырзам, қай-қайдағыны ойлай беріп қайтесің? Дүние жалғаның түбіне кім жетеді дейсің?» деді. «Жүрегің тас емес, еттен жаралған соң кейде ойламасты ойлап кетеді екенсің. Кім ойламайды дейсің? Біз де ойлаймыз. Айтқымыз келмейді, сені аяймыз». Әпкем Шарбанда ауық-ауық түсіме кіре береді. Қолын бұлғап шақырады. «Ана Елісқанға айтшы, жоғалған құлындарын тауып алсын», дейді. «Саған айта беріп ойға салып қайтемін деймін. Соңғы күндері ылғи өлгендердің арасында жүремін. Жүйкемнің шаршағаны шығар деп өз-өзімді жұбатамын. Сенің де құлақ етіңді жеп қайтемін деп айтпаймын». Осыны айтқан Зайып шылаушының ұшымен көз жасын сүрткіштей берді. Әншейінде бұлайша егіле бермейтін Зайыптың көз жасын көрген Елісқан, осының бәрі өзімнің еркектік мінезден айырылып, жасықтық көрсеткенімнің кесірі деп ойлады. Сөйтті де кеңірдегіне кептелген запыранды қылғына жұтып, қатты-қатты сөйледі. Болды. Жаманырын бастап қорсылай бермеші. Не болған саған? Айтарын айтса да жарының мұңлы жүдеу кескініне аялай қарады. Орнынан тұрып сыртқа беттеді. Көгілдір тауларға көз сүзіп, алыстан естіліп жатқан су сыңғырына құлақ түрді. Көкірегін кере дем алды. Ауылға қарай жаяу аяңдап келе жатқан бірнеше бейсауат адамды көріп солай елеңдей қалды. Бұлар кім? Тағы кімнің қазасын жеткізер екен? Деген шошымалы көңілімен тағатсыздана қарады. Келген жігіттердің түсін шырамытқанымен толық тани алмады. Аман сәлемнен кейін: «Жол болсын жігіттер, қай жақтан келе жатсыңдар?» деді. «Елісқан ағау, бізді шынымен-ақ танымай отырсыз ба? Біз сіздерден бөлініп қалған Кәрібай Сағындық ауылының жігіттері емеспіз бе?» деді. Елісқан сонда барып оларды қайта бас салды. «Қарғаларым-ай, сендерді қырылып қалған елдің арасында қалдыма десек, тірі екенсіңдер ғой. Енді есіме түсті. Біз Нақшадан көше жөнелгенде артымыздан таңғыттар қуып, алды-артымызды түгендей алмай қалып едік. Сонда біраз ауылдар қалып қойды деп естігенбіз. Сол ауылдың жігіттері екенсіңдер ғой». «Иә, дәл солай», деді өзін Дәуіт деп таныстырған жас жігіт. «Қасымдағы бала жігіттің аты Касылин. Баяғыда Мажуңйың аталатын дүнген генералы Қытайларға қарсы аттанғанда туған бала екен. Онда Мажуңйыңның Ка деген лақап атымен Сылин деген әскери шенін қосып Касылин деп атаған ғой. Бұл жігіттің шын есімі сол генералмен аттас Касылин атанғанымен жұрт оны Кәсей деп атап кеткен. Арт жақтағы елден келгендердің хабары төңіректе отырғандарға лезімге таралып, ауыл адамдары жинала бастады. Екеуін ортаға алған топ тұс-тұстан сұрақ жаудырып жатыр. Әсілінде Тибет жеріне келгенде Елісқан ауылынан бөлініп қалған көп көш болған екен. Соның бірі түсіп ақын мұсалардың ауылы болып, таңғыттардан қырғын тауып бейберекет тозып кетіпті. Бір бөлімі олардың қолына түсіп ит көрмеген қорлықты көріпті. Соның бірі Сағындық, Кәрібай, Мұқай ауылдар екен. Елісқанды қуып жетіп құрталмай қалған таңғыттар ендігі өшін қалғандардан алғысы келгендей, Нақшадан 2 күндік бір жерге апарып, іске жарайтын барлық адамға 8 ай бойы тезек тергізіпті. Одан Нақшаға қайта айдап апарып, тағы да ауыр еңбекке салыпты.
ұрып соғу, жәбір жапа, аш жалаңаштық жанына батқан қазақтар тұс-тұсқа қашыпты. Сөйтіп, Сағындық Кәрібай бастаған 5-6 түтін Үндістанға тартыпты. Мұқай Дарғы бастаған бірнеше түтін бұлардан бөлініп қалып, арттағы елге қарай қашқан екен. Ұйғыр саудагерлердің жол көрсетуімен Үндістан жеріне аман-есен өткен бұлар табанынан тас тіліп, маңдайынан күн өтіп дегендей небір машақатпен Кашмир жеріне ілініпті. Жергілікті халықтан алдыңғы көштің дерегін біліп, Пешавыр, Мардан өңіріне келген екен. Ондағы Шақабай жігіттерінің жол көрсетуімен бір жағы жер шалып, бір жағы ел бастаған Елісханға аман сәлем жасап, ақыл сұрау үшін неше күндей жаяу жүріп жеткен бет екен. Бұларды бастап келген үлкендердің айтуы бойынша туыстарына тартып, Бопалға кеткен елдің артынан бармақшы көрінеді. Дәуіттің әңгімесін бар ықыласымен тыңдаған жұрт оларға енді сұрақтар қоя бастады. Шыңғай жерінде қалған қазақтармен байланыстарың болды ма? Олардың күні не болыпты? Бізге ешкім арнайы хабар әкелмесе де, аңшылар мен жортуылшылардың бір таудан бір тауға жортып, біреудікін біреуге қоспай жүретін жырындылықтары бар емес пе? Тіпті біздің қазекеңдерден де таңғыттардың жеріне келіп, қора-қора қойын қуып кеткендерде аз болмаған көрінеді. Сөйтіп, арадағы ат тұяғы үзілмеген соң біздің жақтың хабары арттағы елге, олардың хабары бізге еміс-еміс жетіп жатады. Естігендерімізді несін жасырайық? Сұраңыздар, білгенімізді айтып береміз ғой. Біздің артымыздан тағы келгелі жатқандар жоқ па? Нақшадан қамалып қалған біздің Үндістанға қашқалы отырғанымызды естіген Тұңғышбай, ақын Рақимолда бастаған бір топта Тибет жеріне келіпті деп естігеміз. Артынан Таңғыт, алдынан шекарашылар шығып, қатты атысып, көбі қырылған көрінеді. Бір бөлім тірі қалғандар қайта артқа қарай қашып кетіпті деп естідік. Біреулер Тұңғышбайды сол соғыста өлді дейді. Біреулер Таңғыттар оны тірідей ұстап алып, Шыңжаңға қайтарғалы алып кетті дейді. Анық-қанығын жақсы білмейміз. Әйтеуір ауылының шекарадан өте алмай қырғынға ұшырағаны рас. Байқұстар-ай, Тұңғышбайда талайғанды қырғыннан аман келе жатқан көнегөздердің бірі еді. Оның да көзін құртты деші. Мабуфаңның маңында қалған елдің жағдайы не болыпты? Мабуфаң Қасым Батырды, Нұрғали Өкірдайды атып өлтіргенімен қоймай, Әйембет Уаң мен Әлібайдың ауылы мен бала шағасында қырып салған екен. Қалған елді қолға ұстау үшін ілікке жарайтын балалардың бәрін оқу мен жұмысқа деп сыпырып алыпты. Көлігінен бір, баласынан екі айырылған Солтаншәріп ауылы амалсыз дүнгендерді жағалап отырған көрінеді. Арттағы елге ие болғанда сол кісі дейді. Қажырадағы қырғынды естіген боларсыздар. Сол қырғында қолға түскен 500-ге тарта қыз-келіншек пен ер баланың көбінде Солтаншәріп тәйжі қайтарып алыпты деп естідік. Мабуфаң жауыз түк таппағандай балаларға да ауыз салған екен ғой. Бір есептен Солтаншәріптің көш алмай қалғаны да жақсы болған екен. Қанша дегенмен аңғарлы адам ғой, дүнгендермен қалай сөйлесуді біледі. Ол кісі болмаса қалғандар әркім өз басын аман алып қашқанда екен. Айтпақшы, жаңағы қыз-қатындармен бала-шағаны айырып аламыз деп жауды қуған өрімдей қалың жігіт Тәйжінұрдың ойында қырылып қалыпты деп естіп едік. Одан не білерің бар? Оны кейінгі жұрт қырық жігіттің қырғыны деп атап жүр. Анығында 70-тей адам болған екен. Жол жөнекей кері кеткені бар, қашып кеткені бар. Соғысқа кіргенде 50 жігіт болыпты. 37-сі бір жолда қырылған екен. 12-13 жігіт аман құтылыпты. Қатыран, Мәсекей, Еңсеген деген жігіттер жаралы болып, әйтеуір аман құтылыпты деседі. Ал қалай аман қалғанын білмейміз. Мәлік, Мәсей, Хамид, Жұмабай, Жақып, Какарман, Шынай, Қопан, Қауас, Құсман деген жігіттер де аман қалыпты деп естідік. Ішінде бірнешеуі жыңғылға шапанын жауып қойып, қашып кетіпті десіп те жүр. Әй, қандай қан кешкен ерлік болған жерде опасыздық пен сатқындықта бірге жүреді екен ғой. Ондай опасыздардың басқаларды отқа тастап қашуға дәті қалай барды екен деші. Иә, сөзіңді бөліп жібердім-ау. Айта бер, айта ғой. Соның ішінде айтушылар Бурахан деген жігіттің батырлығын тамсан айтады. Дүнген армиясына ең жақын барып, талайын жамсатқан сол жігіт екен. Ақыры жараланып барып алдымен қолға түсіпті.
Дүнгендер желкесіне мылтықты тіреп тұрып, жігіттеріңе беріл, бағын деп айғайла деген көрінеді. Сонда ол бар даусымен айғайлап, сендердің әскерлеріңді қанадай қырған Елісқан мен Мейірімханның інісі мен боламын. Арманым сендермен соғысып өлу еді. Соған жеткендей көп әскеріңді мен қырдым. Өлмей қалсам тағы да қырамын. Жігіттер, өлімнен қорықпаңдар, атыңдар сұмырайларды, депті дейді. Нақ қайсар жігіт екен. Жаулар қалғандарының көзінше кескілеп өлтіргенде де мыңқ етпеген күйі көз жұмған екен. Манадан бері әңгімені үнсіз тыңдап отырған Елісқан Бураханның әңгімесін естігенде көзіне жас алды. Иманды болсын, әкемнің інісі Қожамбергеннің ұлы еді. Кішкене бала сияқты көрінетін, көз алдымызда көлбеңдеп өсті емес пе? Өлсе де анасының сүтін ақтап өлген екен ғой, қарғам, деп күйзеліспен күңіренді. Елісқанның тұнжырап қалған жүдеу кескініне аяушылықпен қараған айналасындағылар үнсіз қалып еді. Ендігі сөзді өзі қозғады. Ер өзі үшін туады, елі үшін өледі деген. Марқұм болғандардың бәрі де елі үшін құрбан болған шахиттер. Олардың о дүниедегі орны жәннат болмақ. Осыны айтқан ол кеудесін көтеріп, жүзіне жұбаныш ұялатып. Жә, өлгендерді айта бермей, бір уақ өлтіргендерді айтсаңдаршы. Өрелтайдағы Есімхан, Ырысқан, Оспан батырлар бастаған төңкерістен хабарларың бар ма? Деп Дәуіттің бетіне тесілді. Бурахан жайындағы әңгімені айтарын айтса да, сәл ыңғайсызданып қалған Дәуітте мына сұрақтан кейін қайта серпілді. Алғашқы көтеріліп шыққан жылы Ырысқанға у беріп өлтіргенін естіген боларсыздар. Қалғанының көбін алдамалап қолға түсіріп, Қытайлар қанды шеңгелін қайта салған көрінеді. Ендігі көтерілісті жұрт бағынғанда, бағынбай құбының құмына кіріп кеткен Оспан батыр бастаған екен. Өзі асқан әдісшіл, атқан оғы жерге түспейтін мергендейді. Жауды шырғалап, сай-салаға кіргізіп алып, оп-оңай қыра салатын көрінеді. Бүкіл Алтай елі дүркіреп Оспанның қолына қосылып, қазір ұлы қосынға айналған екен. Шіркін ай деші, Елісқан жігіттің жүзіне жымия қарап, Оспанның ерлігін өз көзімен көріп отырғандай сүйінді. Нағыз еркек екен ғой. Арамыздың шалғай қалғанын қарашы, әттең. Бір-бірімізді ерте біліскен болсақ, ол Алтайда біз бар көлді ұрыс салмас педік. Дәл қазір арамызда қаншама таулар жатыр. Қанатым болса қазырақ ұшып жетер едім. Қазақтың маңдайына бір ұл туған екен ғой. Алла жолын жарық қылсын. Осыдан кейінгі әңгімеде ұзаққа созылды. Жігіттердің жаяу жүріспен қалжырап келгеніне қарамай әңгімешілер әптен титықтатты. Бірде көз алдына арттағы елдің аянышты тағдыры келсе, енді бірде атқа қонған Оспан сарбаздарының айбынды тұлғасы елестеп, Елісқан түнімен дөңбекшіп, таңға жақын әзер көз ілінді. Қонақ жігіттермен бірге күн қызары орнынан тұрған ол, Зәйіптің арса-арсасы шығып, жүдіңкі тартқан қан сөлсіз жүзін көріп, аңырып қалды. Алғашқында кешегі салқындықтың әсеріме деп ойлап еді. Барған сайын аңқыл-сыңқылы көбейе берген соң, іргелес ауылдан дәрігер шақыртты. Жігіттер аттана салысымен дәрігерлер де келіп үлгірді. Таңертең сүйегіне қарысып орнынан әзер тұрған Зәйіп енді мүлдемге жатып қалды. Басым көтертпей тұр, деп бүкіл денесі от болып жанып селкілдей бастады. Дәрігерлердің берген дәрісі мен салған уколының де септігі болмады. Қасына Райханды шақырып алып, маңдайынан бір искеді де, оны Кәрмен ағаңды шақырып келші деп сыртқа қоя берді. Елісқан мен Бәтиманы қасына шақырып алып, неше күннен бері денем салғырттап, басым көтертпей-ақ қойғаны. Қорқанға қос көрінеді деп елемей қояйын десем де, іштей алаңдап едім. Ақыры оңалатын түрім жоқ. Оқыстан көзім жұмылып кетсе, қос көбелекті аялап өсіріңдір. Бәтима қарағым, сені сіңілімдей көріп едім. Өзіңнен тумаса да туғандай сана, тіпті ана олды бауырыңа салып, өз балаң етіп өсір. Менен туғанын білмей-ақ қойсын. Жалғыз тұяқ қой, жетімді көрмей өссін, көрінгенге жаутаңдап жүрмесін. Мырзам, сен еркексің ғой, беліңді бекіт, бұл машыға езілме, тағдырдың ісі ғой. Атам мен апам шақырып жатқан сияқты. Солардың жанына барамын. Сендер аман болыңдар. Осыларды айтқан Зәйіптің үні қорылдай барып бір жолата өшіп қалды.
Есіктен қатарынан жүгіріп кірген Кәрмен мен Райхан Елісқан мен Бәтиманың жанарындағы жасты көріп шошып кетті. Бәтиманың еңірей жылаған ащы үні көтерілді. Райхан жүгірген бойы келіп шешесін бас салды. Шеше, сізге не болған? Шеше, көзіңізді ашыңызшы, сөйлеңізші. Нағашағыңды ертіп кел деп едің ғой. Енді неге сөйлемейсің, шеше? Қаншама қайрат танытқысы келсе де, Елісқан көзінен аққан жасқа ие бола алмады. Райханды анасының үстінен көтеріп алып, балам, ол ұзаққа кетті, қайтып кетті, енді бізге тіл қатпайды, деді кемсеңдеп. Шеше деймін, бізді тастап қайда кеттің, басыңды неге көтермейсің, деп қолында қолыны шыққан Райхан бәрібір тоқтай қойған жоқ. Ертесі зайыпты жерлеп қайтып келгеннен кейін де нәр таттай сұлық жатып қалды. Кешкісін оның да қызуы көтеріліп сандырақтай бастады. Апа, қараңғыдан қорқып тұрмын, бері келші, қолымнан ұсташы, деп ауық-ауық селкілдейді. Үй ішіндегілер оны шеше қазасына қан жылаудан болған қасіреттің соққысы деп ойлап еді. Олай болмады. Келесі таңның жарығы жер бетіне төгіле бастағанда, оның да тынысы тоқтап қалды. Жылаудың көкесі енді басталды. Ащы зар, өксік шер, жүректі езерлік удай нала, онсыз да қазалы отырған ауылға тағы бір қайғы бұлтын жаба салып, сүйектен өтерлік суы қызғарын бүрікті. Қос бірдей қаза Елісқанның жүрегін езгілеп, тұла бойын түршіктіріп кетті. Өзегін өрлеп құлдап жүгірген бір кесек шоқ ішін күйдіріп барады. Көкірек қуысын шыжғырып қып-қызыл жалын аузынан бұрқырағанымен сырты мұздай суық. Бүкіл ауылы қырылып, қанға белшесінен батқанда да дәл осылай егіліп еді. Бірақ ол кезде жастықтың жалыны күшті болды ма, еңсесін тез көтеріп алған. Айналасында да айналайын дейтін қауымы көп болған еді. Ертеңіне деген үміті мен жұбанышы да басым болатын. Бұл жолғы қайғы жарық жалғанда тым сүркей, суық сезіндіріп, қарашада қалған жалғыз жапырақтай қалтыратып жіберді. Кең дүниенің құшағы мүлдемге тарылып, темір томаға кигендей тынысым буып барады. Сонда да тірі адамға тірлік керек, өлгеннің артынан өлмек жоқ, бойына қайрат жиып, белін тас қылып буып алды. Марқұмдарды ақтық сапарға аттандырып, соңғы жұмыстарын ыңғайлап болғаннан кейінгі бір күні үй қасындағы дөңге қарай аяңдады. Елісқанның төбесін көрген Ахметқали молда да осылай ілбіп келеді. Елісқанның ауылы қазалы болып жатқанда, оның да қолындағы жалғыз ұлы Әбдулхамит көз жұмған еді. Екі мұңлық бірін-бірі құшақтап, бір қауым үнсіз тұрды. Қайтеміз, көнеміз. Алланың жазған жазу сызған сызығынан аспақ жоқ. Елісқан Ахметқалидың баяғы тіп-тік сындарлы тұлғасының мүлдемге шөгіп, еңкіш тартқан бүкір шалға айнала бастағанын көрді. Жақ сүйектері шодырайып, аққұба жүзін айғыз-айғыз әжім торлап, еріндері де жарылып кетіпті. Тарамыстанған арық етсіз саусақтарымен Елісқанның қолын жібермеген күйі. Баяғыда айтып едім ғой, шалдардың қарғысы тиді мекен деп. Ол кезде мені қарғаған емес, қызылдарды қарғағаны ғой деп ойлап, өзімді өзім жұбатып едім. Енді ойласам, соның бәрі айнымай келген сияқты. Шалдардың қарғысы маған тигенше, маған сол сөзді айтқызған қызылдарға неге тимеді екен деші. Басымнан сорым бір арылмай-ақ қойды. Бір ұлым жау қолында қалды. Өліме, тіріме бір Алла біледі. Бір ұлым, міне, үнді топырағында қалды. Екі қызым орыс жерінде, қолымда жалғыз көбелегім Рапиқ қалды. Өзегімді қаншама мұң өртесе де, Әбдулхамитымды жалғыз тұяқ басарым деп жұбаныш көруші едім. Енді одан да айырылдым. Алла тағала құлынымды алғанша мені неге алмады екен? Ендігі тартпағаным қубас болып қалу еді, деп кемсеңдеді. Кеше ғана екі үйдің арасында көбелектей көлбеңдеп, бірін-бірі қуып, жасырынбақ ойнап жүрген Райхан мен Әбдулхамиттің бүгін қара топырақты жамылып, үнсіз жатқанын ойлағанда, Елісқанның да өзегі от болды. Бұл жолы жылаған жоқ. Қайта Ахметқалиды бекіткісі келгендей, оған жұмсақ зекіді. Үмітсіз шайтан деп өзіңіз айтушы едіңіз ғой. Қубас деп қайдағын айтпаңыз. Шалғайда қалса да Алла берген екі қызыңыз бар.
Адасып қалған ауғанбайыңыз кебін киіп кеткен жоқ, кебенекпен кетті. Қолыңызда рапиғыңыз отыр, солардың тілеуін тілеңіз, деді. Көзіне келген жасты қолының сыртымен сүртіп, басын изеген Ахметқали. Рас, күнәліміз ғой. Мүмкін сол күнәларымыздың тақсіретін тартып жатқан шығармыз. Күнәлі екенімізді біліп тұрып, кейде Тәңірге тіл тигіземіз. Бұл біздің әлсіз пенделігіміз ғой. Пәруәдигар, жаратушым, бір өзің кешіре көр, деп ауыр күрсінді. Елісқан алыста мұнарлана көсіліп жатқан жасыл белдерге мұңая қарап, баяу сөйлеп тұр. Адамның кіндік қаны тамған, кіндігінің ұшы көмілген жерімен сабақтасып, тамырласып жататын қасиетті болады екен. Сол жеріңнен, ата-бабаңның күл төккен қасиетті даласынан айырылған соң, жермен жалғасып жатқан кіндігің үзіліп кеткендей, тамырсыз қаңбаққа айналасың. Жел қалай соқса солай домалап кете барасың. Басқасын айтпағанда, туған жер, өскен ортаңның суы да, ауасы да емекен ғой. Оның әр тал шөбі мен әр уыс топырағының өзі дәрі. Ал біз бәрінен шалғай жүрміз. Қаншама дәрі өкіл істеткеніне қарамай, адамдарымыз әлі қырылып жатыр. Мүбәда осы адамдардың бір тобын аэропланға отырғызып, туған жерінің бір түп жусанын искетсе, бүкіл дертінен құлан таза айығып, мүлдем сауғып кетіреді. Шіркін, туған даланың қасиетін айтсаңшы. Елісқанның бұлайша езілгенін көрмеген Ахметқали оның сағыныш сарына маталған қапырық көңілінің құлазып тұрғанын аңғарды. Бұл бүкіл елге ие болғысы келеді. Бүкіл қауымның азаттығы үшін арпалысып келеді. Жатса тұрса өзін емес өзгені бәрімізді ойлайды. Ал біздер осы асыл туған бекзаттың қадіріне жете алдық па десеңші. Жоқ әлде жаулары жағасынан алғанда бөрі болып етегінен алған ағайындары да аз болмаған шығарымыз. Тіпті осында келгеннен кейін де бірлі жарлым тентектер мұның сөзін тыңдамай, көршілердің қорасына қол салып, өзгенің алдында қарабет қыла жаздады емес пе? Соның бәрін ашумен, ызамен емес, ағайынның бірлігін, елдің ертеңгі тұтастығын ойлап, ақылмен шешіп келеді. Ел ойламағанды ойлап, талай қысыл-таяңда жол тауып шықты. Қазағым дегенде ішкен асын жерге қояды. Ар намысқа келгенде арыстаннан да айбатты болып бәріне қарсы шауып келді. Енді міне, бұл да жүдеп, қажып, күйзеліп тұр. Сол күйзелген жанына қайсымыз сүйеуші болалдық. Қайран ерай, сенің де қанатың талып, қабырған қайсып отыр екен ау. Осыларды ойлаған Ахметқали Елісқанның жүзіне туған інісіне қарағандай жылы мейіріммен үңілді. Иә, айта берсең шер таусылмайды. Қайғы шерін айтып тауысқан жан жоқ. Қайта сол қайғы шер өзекті өрлеген жыланға айналып өзімізді құртады. Болмас іске болаттанда берік бол деген сөз бар емес пе? Өзіңе керек болмасаң, еліңе керексің. Мықты бол, інім. Ақа, сіз аға, мен іні болып араласқанымызға да біраз жылдың жүзі болды. Бір-біріміздің жамандығымызды көргеміз жоқ. Ең үлкен табысымыз бір-бірімізді толық таныдық. Аз ғұмырда сыйласа білдік. Сізге айтпаған сырымды кімге айтамын? Ертеме кешпе, бір ажалдың бары хақ қой. Дегенмен де, оқыстан үзіліп кетсем, жаназамды өзіңіз оқыңыз. Елісқаннан мұндай сөз күтпеген Ахметқалидың көзінен жас ыршып кетті. Кәрі өлеме, жас өлеме? Ол бір Алланың қолында ғой, десе де, ақыретті ойлау әр мұсылманның парызы. Ол айтқаның жөн ғой, сенен бұрын мен кетіп қалсамшы, Алла ондайдың бетін ары қылсын. Екеумізге де ғұмыр берсін. Мүбәда солай болып бара жатса, алдыңда өткен ағаттықтарым болса кешірерсің. Артқы жұмыстарымды өзің ыңғайлап, жалғыз көбелегіме көз құлақ боларсың. Күндердің күнінде елмен араласып, хат хабар алысатын күн туып жатса, Қазақстанда қалып қойған қыздарым мен Қытайда адасып қалған ұлым есіңде болсын. Қай-қайдағыны айтып кеттік ау, аға. Елісқан мұңнан арылғысы келгендей серпіле сөйледі. Екеуміз де елге керекпіз. Бүгін бытырап кеткенмен осы елдің басын ертең қайта қосуымыз керек. Мына үнді топырағы бізге мекен болмайды. Ары ойлап, бері ойлап, өткен кеткенді көп толғандым.
бізге Түркиядан артық мекен жоқ екен. Әттең мойыны қашықтау. Бұрын Түркия мекен болмаса Мекке Мединаға дейін барамыз деп ойлаушы едім. Енді ойласам, оным әйтеуір Алла жолында деген тәтті қиял екен. Бәрібір жүрегімізде Алла, дінімізді, еркіндігімізді қорғау жолында күресіп келеміз ғой. Қазірше қаныбір түріктерден басқа жақын туысымыз жоқ. Осында келгеліде оқыған-тоқыған үнді азаматтармен шолақ тілмен көп сөйлестім. Бұл елдің өзі ағылшындардың билеуінде отыр. Болашағы не болады? Тіпті мұсылмандар билік басына шыққан күнде де мұсылман кәпір болып қырқысып, тоқтамауы да мүмкін. Осы мұраттарды орындау үшін аман болғанымызға не жетсін? Қайсымыз тірі болсақ та елді Түркияға бастауды ұмытпайық. Арттағы елге қайтамыз ба? Оспанға қосылып кәпірлермен соғыс жүргіземіз бе деп ойлаушы едім. Ел бастайтын серкелердің бәрі де өліп бітті. Енді қатын-қалаш жас баланы Қытайға қарай қайта сүйрегенше жақсы ит өлімтігін көрсетпейді. Ауғанстан жағынан тыңдап көрген едім. Ол елде құтыртқыш шөп өседі екен. Төбе түрік бауырларымызға жетіп жығылсақ, олар бізді сыртқа теппеседі. Аға, сол үшін де өлмейікші, бола ма? Елісқанның шуақтана қараған жаз дидарын көріп Ахметқали да сергіп қалды. Жаңағы сөздеріне разы болды ма? Әлде қиғысы келмей тұрма? Оны тағы бір мәрте тас қылып құшақтап, бетіне бетін тигізіп бір қауым үнсіз тұрды. Олар дөңнен түскенде батыстағы биік шыңның шекесіне ілінген қып-қызыл күн соңғы шапағын шашып, әрі қарай сырғанап бара жатты. Үшкүлдені сүйірленіп, бұлтсыз аспанның көкжылтым тұңғиығына сұғына ұшқан тырналар керуенінің соңғы қиқуы толықсып естілді. Ертесі ертемен жұрт Зура ханның мұңлы зарымен оянды. Ахметқалидың үйіне қарай жүгірді. Түнімен қатты қиналып, таң ата көз жұмған екен. Елісқанның хабарлауымен көршілес мұсылмандар да келді. Елісқан Барун аталатын мешіттің қасындағы зираттықты таңдап, Зәйіпті және Райхан мен Әбділхамидті осында жерлеп еді. Ахметқалиді да сонда апарды. Кеше ғана тірі жүрген, талайдан бері тағдырлас, тамырлас болып қабырғасына сүйеу, жанынан медеу болып келе жатқан аяулы жанынан айырылу Елісқанды тағы да есеңгіретіп тастады. Құлазудың көкесі енді болды. Айналасынан аңыраған сүркейлі боранға ықтасын болған қорғанның бәрі құлап, іргеден кірген сума қызғар жаға мен жеңнен азынап, тұтас қойны қонышын тіміскіледі. Қараша шатырдың астын дымқыл суық кеулеп, мүлдемге тоңдырды. Ахметқалидың өлімін өткерген соң өзінің бар туыстарын үйіне шақырып алды. Айылбай, Кәрмен, Күлпаран, Әтейхан, Томық, Сәдей, Зақан, Мәрихан, Бәтима бәр-бәріне жағалата көз жіберіп, ауыр күрсінді. Сендерден несін жасырайын? Менің де денсаулығым сыр беріп жүр. Дәрігерге қаралайын деп отырмын. Десе де ажал айтып келмейді. Бүгінгі бар адамның ертең жоқ болып жатқанын көздеріңмен көріп отырсыңдар. Кеше-кеште ғана менімен шүркелесіп кеткен Ахметқали молда бүгін жоқ. Сондықтан да төрт қарагөз толық отырғанда айтарымды айтып қалайын деп отырмын. Қорқып абыржитын дәнеңе жоқ. Бәрі де Алланың ісі, деді. Бәтима көзіне жас алып еді. Қайтесің? Естеріңде болсын, жылағанмен өлген адам тірілмейді. Жылағаннан орнына келер нәрсе жоқ. Біздің жылағанымызға да 10 неше жыл болды. Көз жасы сарқылатын болса, жанарымыз баяғыдақ суалып қалар еді. Әрине, пенде болған соң жыламай тұра алмаймыз. Бірақ оның өлгендер үшін де, тірілер үшін де еш пайдасы жоқ, деп жанарын жанарына қадады. Айтарымды осында айтып қалайын деп бастарыңды әдейі қосып отырмын. Отансыз адам ормансыз бұлбұл деген рас екен. Егер қазақтың өз отаны болса, бұлайша тентіреп, жер бетінің жетімдеріне айналмас едік. Абылайдың заманындай ханымыз болса, қара ордамыз болса, көрінгенге мазақ болмас едік. Ел үшін қаншама күрессем де арманыма жете алмадым. Дүние деген нәрсе осы арманымен қымбат шығар. Әйтпесе дүние жалған бола ма? Бізді туған даламыздан, ұшқан ұямыздан айырған сұмдардың көзін жойып, халқымды қара мекеніне қайта қондырсам деп көп ойлаушы едім.
Жауыздықтың өрті орманымызды отқа орап, қайта айналып қонамыз ба деген алтын ұямызды күлге айналдырды. Қайтейін, қанатым қырқылды, қабырғам сөгілді, дәрменім құрып, әлім азайды. Енді сол бұрынғы ата-бабаларымызша біз көре алмаған жақсы күндерді ұрпақтарымыз көрсе екен деген арманды арқалап, бұл пәниге қош айтып, басқалар кетіп жатқан үлкен ауылға кететін уақытым алыс емес сияқты. Әрқашан дұшпандарыңның алдында еңселеріңді еш түсірмей, өздеріңді өрістаңдар, жаның шығып бара жатса да, жауыңның көзінен көзіңді тайдырмай, тік қара бөлуің керек. Мені де алған бетімнен қайтармаған осы рух еді. Елді жаудың қолына тастамай, мұсылмандардың арасына, бейбіт елдің ортасына әкелгеніме қуанып едім. Жабысқан қырсықтан арыла алмай-ақ қойдым. Егер бәріміздің басымыз бүтін, бауырымыз түгел болып тұрса, ешкімнен кемқор болмас едік. Бұл да болса Тәңірдің сынағы шығар. Енді осы сынаққа төзу үшін ұрпақтарыңды тұрғылықты елге сіңіріп жіберіп, қазақылықтарынан айырылып қалып жүрмеңдер. Елдің басын қайта қосып, Түркияға кетуді ойлаңдар. Қанша дегенмен де қаны жақын ғой, сыртқа теппейді. Сендерді күзелте беріп қайтейін, бәрі де Алланың қолында. Мен ұясы бұзылып, әлсіз қанаттарын тынымсыз сабалаған бейбақ торғайбын. Өзім өлсем де, жаным сол торғайға айналып, сендердің маңдарыңда шырылдай ұшып жүреді. Аялаңдар оны. Артымда жалғыз тұяғым Әминоллахан қалып барады. Соған көз құлақ болыңдар. Кәрмен, Күлпаран, екеуің Бәтима мен жиендеріңе ие болыңдар. Әтейхан, сен де азаматсың. Елге ие бол, ауылыңды жетектей біл. Барлығыңды бір Аллаға тапсырдым. Тірлікте кім қателік кемшіліксіз болмайды. Артық айтқан сөзім болса кешіріңдер. Бәрі де Аллаға аманат. Үй толы адамның көп ақ жылады. Елісқаның жай сөз емес, өсиет айтып отырғанын аңғарып, көздерінің сора-сорасы шығып, үнсіз шолғи берді. Елісқан жұртты жұбатпақшы болды ма, әлде өзінің тың екенін көрсетіп қалғысы келді ме? Әйтеуір үлкен кішіні жашиқ намазын оқуға шақырып, өзі имам болды. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Намаздың соңынан кейінде тәсбих тартып ұзақ күбірледі. Ертесі ертемен тұрып атына мініп, дәрігерге барып келіп еді. Келе салып басын көтермеген күйі жатып қалды. Келесі таңда жұрт Елісқанды оята алмады. Тағы да зарлана жылаған ащы шу, қамырықты өксік көтерілді. Дәл бір әкесін тосып жатқандай қолда аяққа тұрмай шырлай жылаған Әминоллахан да сол күні көз жұмды. Бірі Өскеменде, бірі Баркөлде туған қос арысқа Пәкістанның Дир аймағының Жандул деген жерінен топырақ бұйырды. Елісқанның сүйегі Барун мешітінің жанындағы зираттықтағы Ахметқалидың қасына жерленді. Ұзыннан жалдана созылып қатарласып жатқан жас топырақтың астында қос мұңлық мәңгілік ұйқыға кетті. Елісқан мен Әминоллаханды жерлеп келген жұрттың құлағына Бәтиманың жан даусы шығып, шыбын жаны шырқырап, өзекті жарып шыққан зарлы үн естілді. Жұпыны қостардың арасында қайғының қара дауылы азынап, тірілердің сай сүйегін сырқыратты. Бұл күнде арт жақтан мініп келген көліктің бәрі қырылып қалса да, Елісқанның ауылында жалғыз ғана қара атан қалған болатын. Баяғыда Чинқай жерінде отырғанда түйешісі Ожынайдың көрсетуімен көршілерінен қалап алған Өралтайдың тумасы еді. Сол қара атанның өркештері жапырылып, тостағандай көздері ғана жаутаң-жаутаң етеді. Иесінің мезгілсіз қазасынан сезіктенгендей мойнын алдыға созып, тұмсығын жерге тіреп сұлық жатыр. Қара атанның мойнына оралған Бәтима көз жасын көл қылды. Алтайдан келген қара атан, өркешің неге майырылды? Опасы жоқ сұмжалған еңнен сені айырды. Көтер алмай қайғыңды, жатырсың шөгіп нарымай, 35 жасқа келгенде арманда кеткен жармай. Жануар ойсыл қараның көз алдына да сонау Алтайда қалған бота күндері мен қормал енесі елестеді ме? Әлде Секбілтай шаңқанның мөлдір суларының сыңғыры құлағына жетті ме? Әлде Бәтиманың зары жүйке тамырын босатып, талай от пен судан аман алып өткен иесінің мезгілсіз қазасын сезінді ме? Хайуанда болса тұңғиық жанарынан кесек-кесек тамшылар домалады. Оны көрген Бәтима уанғаны сол, онан бетер егілді.
атаның мойнын шудасына танауын тығып, туған даласының, аяулы жарының иісін іздеп зарлана жылады. Бәтиманың қаратанмен көріскен жіңішке, еңіреп егілген, өксік ата ақлаған, долдана үн салған даусына жыламаған жан жоқ. Оны тоқтатуға, жұбатуға ешкімнің батылы жететін емес. Бәрі де танауларын тартып, көздерінен домалаған тамшыларға ие бола алмай тұр. Сен мырзамның жүгін, мырзам елдің жүгін көтеріп, бір-біріңе серік болып келіп едіңдер. Бір орданың, тұтас бір әулеттің шаңырақ артар атаны сен едің ғой. Болмаса сол шаңырақты сенің үстіңе сүйеп салатын ұлында аман қоймағанын қарашы. Қанатсыз, құйрықсыз қу жалғанай, қара орданың жұртында қарайып екеуміз ғана қалғанымыз ба? Қара жерге басыңды салып сен неге сұлық жатырсың? Енді мені мына опасыз дүниеге жалғыз тастап, сен де кеткелі жатырсың ба? Құдай-ау Құдай, не деген сорлы едім. Менің жаным осылардан артық емес еді ғой. Алдымен менің жанымды неге алмайсың? Алсаңшы, Құдай, алсаңшы мені. Көп етпей Бәтиманың да тілегі қабыл болды. Оның шыбын жаны да өздерінің аяулы жандарының артынан ұшып кете барды. Әлсіз қанаттарын тынымсыз сабалаған бір топ дала торғайы шырылдай самғап, көгілдір аспанның бауырына сіңіп бара жатты. Алтайдан шыққан қаралы көштің ауыр жүгін талмай арқалап, Пәкістан топырағына жеткізген қара атан да шөккен орнынан тұрған жоқ. Қаралы көш кітабының соңы.